Сәлем, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде жаңа депті жаңа емес, 3D футболка деген толық және анық, және де 2-3 түрін, және де мынау экранда көрсетіліп тұрған фотолар қалай жасалатынын түсіндірем. Иә, бұған дейін менде 3D футболка болған, бірақ та ол сабақ өзіме аса қатты ұнамайды. Бір басында істелгесін аса қатты түсіндірулер өзінің ішінде ұнамайды. Давай толықтай түсіндірейік. Окей, бізге ақ фон керек. Ақ фон мінекей экранда көрсетіліп тұрған фонды қалай ауыстырады, қалай ағартады, осы сабақта көре аласыздар. Мен ссылкасын астына қалдырам. Және де мінекей бізге киім міндетті түрде қара болу керек, немесе темный, жасыл, темный, сұр. Бастысы киімдеріңіз ақ болмасын. Ақ түске ешқашанда 3D футболка отырмайды. Барынша темный киімдер болған жақсы, болмаса жай ғана рисоватқа кіріп киімдеріңіз бояй салсаңыздар болады. Окей, бізге давай фото. Мінекей алғашқы қаланың фотосы, бұл бірінші түрі. Жай ғана экран қолданылады бұда. Бұл киімге түседі. Мінекей киім бетке де қалдырсаңыздар болады, бірақ бетке қалдырған аса қатты олай ұнай бермейді. Бастысы достар, артық фон ақ болу керек. Артық фон ақ болған кезде четко әдемі отырады. Біреулер артық фон ақ қылмайды да, сосын жан-жағын өшіріп жүреді. Ол деген білмеймін, басқаша болып шығады. Мінекей бұл бірінші түрі достар. Мінекей жай ғана киімге 3D фото енгізу. Текст жаза салайық, жанына әдемі көріну үшін. Криштиано Рональдо. Бізде футболға қызығатын жігіттер көп сияқты осыған. Мінекей FIFA деп алайын, білмеймін, мен аса қатты өзім футболға қызықпағасын не деп жазатын та, FIFA деп, FIFA ойыма түсті. Мінекей светтен кейін екінші бар, гран, сол есіме түспей жатыр, соған кіресіздер, аш түсін ақ қылып қоясыздар. Енді білмеймін, текст қалай жазып, білмеймін, осыған өзіме осындай ұнап қалды. Окей, рисоватқа кіріп сохранить етіп аламыз. Келесі этап, тағы да оригинал суретке қоямыз. Келесі этап бұл мынандай. Бұл енді бетке түседі. Мінекей негізі 3D фотоның осындай бірнеше түрлері бар. Мінекей беттің жартысын алып, жартысын алмайтын да түрлері бар. Мінекей көрдіңіздер, көздің жартысын алып тұр. Бұны скриншот қылып ала салайын. Екінші түрін көрсетеміз қазір. Мінекей қазір жақындатып көрсете салайын сіздерге. Бұл осындай түрі. Мінекей тура бір 3D фото. Окей, екінші түрі бұл орман, талдар, әртүрлі білмеймін, өзіңіз қиялыңызға келген нәрсені пайдалану. Бұндай орман пайдаланғасын міндетті түрде жанында тағы да қосымша детальдары бар. Мінекей қарғалар, құстар ұшып бара жатқан, немесе ішінен түрлі жануарлар шығарып қойсыздар, міндетті түрде қолданылу керек. Үшінші фото жаңа экранда көрсетілген фото қалай жасалады. Мінекей тура өзің мынау қасында тоже осы баланы алдым, үнемі осы баламен түседі. Мүмкін баласы ма, білмеймін. Футбол түсінетін балдар болса астына жазып кете аласыздар ма осы бала туралы мәліметті. Окей. Мінекей көрдіңіздер, бұл осылай жасалады. Тура елестетіңіздер, мынау тұрған өздеріңіздің суреті, киіміңізге өзіңіздің суретіңізді осылай бастыңыздар. Осылай жасалады. Келесі бізде, окей, скриншот қылғасын қырқып ала салайын. Қырқып алдым. Мінекей не қылдым, қойдым. Так, видео тез жүріп кетті, үлгермей қалдым. Окей, қоясыздар, қалған жерлерінде мінекей ауыстырып, қара жерлерге барынша светлый, бұда светлый орындалады. Естеріңізде болсын. Экран емес, көбінесе светлый. Мынаны аламыз, окей, бұнда экран емес, қазір светлый дұрыс бізге. Бұл жақтар болмайды. Светлыйға қойдық, өшіргішті аламыз. Ананың үстінен өшіріп тастап, тек қана өзін қалдырамыз. Яғни қара түске бірнеше осылай әр жерден шығарып қойсаңыздар болады. Әлем көрді. Мінекей 3D фотоның осындай бір артықшылығы бар. Текстке кірік KR7 деп жазып қоя салайын. Бір деталь, короче. Қосымша бір әдемілік беріп тұратын. Грандения мала тілім келмей қалды. Соған кіресіздер, мінекей осы жолмен орындалады. Аса қатты қиын жоқ. 3D фото бұл жолы сіздерге нақты түсіндірдім деп ойлаймын. Бастысы ақ фон, темный киім, және де добавить фотоларыңыз жақсы болса, сапалы болса болды. Сау болыңыздар.